Барлықтарыңызға сәлем. Медицинаға қызығатын достар, коллегалар, сіздермен бірге қуанышты медицина каналы. Бүгін фармакология плейлист жалғасатын болады. Фармакологиялық тілде үшінші тақырып антибиотиктер, антибактериалды препараттар, микробқа қарсы препараттар. Антибактериалды препараттар деп патогенді микроорганизмдерге қарсы жұмыс жасайтын препараттарды айтаймыз. Әсер етуіне механизміне байланысты кең спектрлі, тар спектрлі болып бөлінеді. Кең спектр бұл грамм-10 грамм теріс бактерияларда әсер ете алады, ал тар спектрлі белгілі бір топ бактерияға әсерін тигізеді. Механизміне байланысты бактериостатикалық әсер, бактериоцидтік әсер. Бұл жерде түсініп алған маңызды. Бактериостатика деген бұл бактерияны өлтірмейді, тек қана бактерияның токсин бөлу қабілетін, көбею қабілетін басады, өмір сүру жағдайын төмендетеді, иммундық жүйе өзі әсер етіп, бактерияны жояды. Ал бактериоцидтік әсер бірден өлтіреді. Бактерия бұл микроорганизмдер өмір сүру барысында экзотоксин бөледі. Бұл токсин бұл қабыну процесін шақыратын осы токсин жасуша аралық аймаққа бөліп отырады. Оған қарсы иммундық ответ, жалпы қабынулық реакция, ары қарай температура көбеюі, іріңдесу, эксудация бөлінуі, осы барлығы бактериядан басталады. Экзотоксин бөледі өмір сүру барысында, ал егер бактерия өлетін болса, бұл өзінен эндотоксин бөледі. Бұл не үшін токсин бөледі? Себебі бұл да өмір сүреді. Токсины арқылы бұлар қорғанады, айналасына қауіпті орта жасайды. Антибактериал препараттарды талқыламастан бұрын біз бактерияның құрылымын еске түсіруіміз қажет. Бұл да бір адам, жалпы тірі организм сияқты өзіндік құрылымнан тұрады. Сыртқы қабатынан, ішкі қабатынан, ДНК-дан, РНК-дан, мембранадан тұрады, және қозғалатын шөгөтек көрікшаларынан тұрады. Осы әр қабатына әсер ететін антибактериалды препараттар болады. Ең бірінші сыртқы қабатының тұтастығын бұзатын антибиотиктер, яғни мембранаға әсер ететіндер, сыртқы қабатына әсерін тигізеді. Бактерицидтік әсер, бактерияның қызметі, яғни бактерия өледі, бір сөзбен айтқанда, қызметі тоқтайды толықтай. Бұған бета-лактамдар және гликопептидтік препараттар жатады. Ең алғаш ойлап табылған пенициллин препараты, цефалоспориндер, құрылымы бірдей бета-лактам химиялық тобы болады. Карбапанемдер, монобактамдар, цефалоспоринді білесіздер, өзіндік 4 тобы бар. Жалпы өмірде көп қолданылатын пенициллин, цефалоспориндер. Ең бірінші антибиотик пенициллин ойлап табылған. Жалпы антибиотикті адам ойлап тапқан жоқ. Антибиотик деген бұл табиғаттың сыйы. Неге сыйы? Себебі бұл бактериялардың өзінің бөлетін химиялық заты. Бактериялар бір-бірін өлтіру үшін осылай заттар бөледі. Сол затты тапқан, алғаш рет самұрауқұлақтан ойлап тапқан бұл пенициллин. Сол себепті бұл табиғаттың үлкен сыйы, жалпы бактерияның өзінен шығатын нәрсе. Ал қазіргі кезде осы тірі антибиотиктік химиялық құрылымдарды синтетикалық әсерде, химиялық әсерде жасап, барлығы химиялық тұрғыда синтетикамен әсер етіп жатыр. Осыны түсініп алған дұрыс. Бірінші мембранаға әсер етеді пенициллин, цефалоспорин, карбапанем, монобактамдар. Құрылымына әсер етіп, мембрананың тұтастығын бұзады. Екінші әсер ету бұл ДНК синтезін бұзатын, дезоксирибонуклеин қышқылын бұзатын. ДНК-ны бұзатындар хинолондар, жаңа топтары фторхинолондар, сосын метронидазол препараттары. Бұл да бактерицидтік әсер, құрылымда ДНК-ны бұзады, клеткалық, яғни ДНК-лық аппарат бұзылғандықтан жалпы бактерияның өмірі тоқтайды. Сосын РНК-ның синтезін бұзатындар, бұл рифампицин препараттары қолданылады. Келесі бұл өте клеткалық деңгейдің ішіндегі белок синтезіне әсер ететін препараттар. Бұл өте ауқымды тақырып, егер қызық болса айтыңыздар, молекулярлық биологияны түсіндіре аламын. Белок жалпы кез келген тірі организм бұл белоктан тұрады. Белок бұл құраушы аппарат. Белок бізде РНК-лық деңгейде, яғни клетканың ішіндегі деңгейде, осы рибосоманың ішінде құрылады. 50S суббірлік, 30S суббірлік болады. Әр суббірліктен өзіндік тасымалдаушы РНК өтеді, трансляция процесі өтеді, осылай амин қышқылдары түзіледі, олар қосылып бір белокқа айналады. Осы әр учаскесін барып зақымдайтын химиялық синтетикалық антибиотиктер бұлар. Хлорамфеникол бұлар уже бактериостатикалық әсер, макролиттер, сосын линкозамид препараттары. 30S бұлар аминогликозидтер статикалық, тетрациклин статика, оксазолидинон. Бұл жерде тетрациклинді айтып өтсем, жанама әсері жас балаларға мүлдем беруге болмайды. Себебі бұл мутагендік әсер жүкті әйелдерге де мүлде ұсынылмайды. Аминогликозид антибактериалды препараттар бұл нефрототоксикалық қатты әсер, бүйрекке ұрады, бүйрек жеткіліксіздігіне дейін алып кетуі мүмкін.
Келесі бұл фолий қышқылының метаболизмін тоқтататын препараттар. Фолий қышқылы адам организмінде 5000-нан артық биохимиялық реакцияға түседі. Сол себепті бактерияның құрамында болады. Бактерия өзі өндіріп шығару қажет фолий қышқылын, себебі бұл медиаторлық қызмет, көптеген биохимиялық процеске қатысқандықтан өмір сүруіне қажетті химиялық зат. Осы фолий қышқыл метаболизмін тоқтататын бұлар сульфаниламидтер, триметраптил препараттарын жатқызамыз. Оның химиялық құрылымы осылай. Антибактериалды препараттар осылай. Жаңағы мына жерде бактериостатикалық, бактериоциттік қайсысын тағайындаймыз деген сұрақ. Егер организмде бактерия өте көп болып, яғни қабыну әсері жалпы кетіп жатқан, системный қабыну кетіп жатқан кезде біз бактериоциттік препараттарды берсек, экзотоксинге қосылып эндотоксин бөлінеді, адам организмі күрт төмендеп кетеді. Бірінші бактериостатикалық препараттармен тоқтатып алып емдейді бұндай кезде. Жалпы көбінесе кең спектрлі қолданылады, себебі зерттеп отыратын тар спектр анықтай алып белгілі бір бактерия анықтай алсақ, тар спектрлер немесе бактериофагтарды, стафилококк, стрептококқа қарсы препараттар тағайындағанымыз жақсы. Себебі бұл жалпы организмдегі қажетті микрофлораны жоймайды және азырақ әсерін тигізеді. Антибактериалды препараттарды яғни көзге, құлаққа, мұрынға, тамаққа жергілікті қолданған дұрыс, системны қолданған бұл жалпы организмге әсері өте күшті болады. Сосын антибактериалды препараттарды система қылып алсаңыздар да, дәрі қылып препаратты ішсеңіздер де әсер ету механизм бірдей. Бұл миф. Міндетті түрде саңырауқұлаққа қарсы терапия жасалу қажет. Флуконазол, итракиназол препараттарымен жүзеге асырылады. Барлықтарыңызға рахмет. Келесі лекцияда кездескенше, хош, сау болыңыздар.